Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 26-шы сабағымыздың тақырыбы дауыссыз к мен г. Бүгінгі сабақта к, г әріптерінің жазылу емлесін білетін боламыз. Сонымен қатар мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. 31-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Жүрек, жүрегі, кірпік, кірпігі, тілек, тілегі, көк, көгі, әйнек, әйнегі, келесі білек, білегі деген сөздер берілген. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Сөздерді салыстырып, сөз соңында к дыбысы неліктен г дыбысына өзгергенін айтып көр. Өз қорытындыңды келесі беттегі мәліметпен салыстыр дейді. Енді оқушылар, біз білеміз, к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келетін болса, онда к дыбысы г дыбысына айналады. Бұл өткен сабақтағы басқа дыбыстар сияқты бұл дыбыста да дәл сондай өзгеріске ұшырайды. Енді төмендегі ережені есімізге сақтап алайық. Сөз соңындағы к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол г-ге айналады. Мысалы, түлек деген сөздегі к дыбысынан кейін түлегі деген сөзде дауысты дыбысы келгендіктен к дыбысы г дыбысына айналды. Дәл сондай сияқты серік, серігі, тірек, тірегі. Мінекей осы ережені оқушылар мұқият есімізге сақтап аламыз. Жалғастырамыз. 32-ші жаттығуда Бердібек Соқпақбаевтың мәтіні берілген. Мәтінді тыңдайық. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар, пәлендей әйдік ат емес. Шынымды айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігіңнің өзінде солай деп жазылған. Бірақ бертін келе Қожа берген сөзі қысқартылып, Қожасы ғана қалды. Тегім Қадыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқан соң, мен де Қадыровқа қайтып келдім. Мінекей, енді осы мәтіннің астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Мәтінде кім жайында айтылған? Мәтінде Қожа деген бала жайлы айтылған. Мәтінге ат қойым. Мәтіннің тақырыбы менің атым Қожа. Қарамен жазылған сөздерде қандай дыбыстар өзгеріске ұшыраған деп ойлайсың? Бізде қарамен жазылған сөздер куәлігінің және тегім деген сөздер. Куәлігінің деген сөздегі г дыбысы өзгеріске ұшырады, себебі негізгі түбірі куәлік деген сөзде к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келгендіктен к дыбысы г дыбысына айналды. Дәл сондай тегім дегендегі г дыбысы да өзгеріске ұшыраған дыбыс. Себебі негізгі түбірі тек деген сөздегі к дыбысынан кейін дауысты дыбыс келгендіктен к дыбысы г дыбысына өзгерген. Жалғастырамыз. Келесі 33-ші жаттығуда көп нүктені орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бұл жерде бізде берілгені тегіңді, атыңды және қай қаладан екендігіңді, қай сыныпта оқитындығымыз туралы әр қайсымыз өзіміздің мәліметтерімізді жазамыз. Мен өзімнің мәліметімді толтырамын. Дәл сондай сендер де өздеріңнің аттарыңды жазып толтыратын боласыңдар. Менің тегім Мұратбек, атым Асылым, туған жерім Қызылорда, мен 2-ші сыныпта оқимын. Мінекей осы үлгі бойынша өзіміз толтырып шығамыз. Келесі шығармашылық үзіліс. 34-ші жаттығуда бос төр көздерге к дыбысынан басталатын сөздерді тауып жаз дейді. Бізде берілгені к дыбысы және бос ұяшықтар берілген. 4 әріптен басталатын сөзге біз кесе деген сөзді жазуға болады. Келесі 6 әріпті к дыбысын қосқанда 6 әріпті сөзді жазуымыз керек. Демек, көйлек деген сөзді жазамыз. Келесіде 6 әріп, бұл жерге біз кірпік деген сөзді жазуға болады. Енді бізде келесі 7 әріптен тұратын сөз бос ұяшықтарға орналастырамыз. Сол кезде бізде көбелек деген сөз шығады. Және ең соңғысы кішкентай деген сөзді жазуға болады. Енді төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. К дыбысы қандай дыбыс дейді? К дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс.
Келесі тапсырма: к дыбысы сөздің қай жерінде келіп тұр дейді. Біздегі берілген сөздерде к дыбысы сөздердің басында келіп тұр. Себебі кесе, көйлек, кірпік, көбелек, кішкентай деген сөздерде к дыбысы сөздердің басында тұр. Келесі 35-ші жаттығу: бос тор көздерге әріптерді сағаттағы сан ретімен орналастырып оқы. Шыққан мақалды жаз. Бізде сағат тілімен берілген, әр сағат тілінде әріптер орналасқан. Мысалы, 1-де Б әріпі, 2-де А әріпі. Дәл сондай біздегі берілген ұяшықтарға осы әріптерді орналастыратын боламыз. 1-де Б әріпі, 2-де А, 3-де Л, 2 А. Сонда бізде бала деген сөз шығады. Келесінде дәл солай орналастыру арқылы бала көңілдің гүлі деген сөз шығады. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Бала көңілдің гүлі дегеніміз ол өсіп тұрған гүл ауланы қалай жайнатса, бала да адамның көңілін дәл солай жайната алады деген мағынаны білдіреді. Ал енді оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.